Титандарды жоям, титандарды жоям, титандарды жоям, титандарды жоям. О жоқ, линза киетін уақыт келді. Өзіңнің басыңды союды бұйырамын. Йоу, бәріңе сәлемдестер, сендермен Асхат. Бүгін біз Skibidi Toilet'тің 60-ші сериясының екінші бөліміне озвучка жасайтын боламыз. Ал достар, осы күнге де жеттік. Комментарийларының бәрін оқыдым. Бәрі Асхат озвучканы жаса, кейбіреу вообще басқа подписчиктерге жауап беріп жатыр. Ой, сұрамай-ақ қой, ол сені оқымайды дейді. Бәріңді оқып жатырмын достар. Сондықтан да қазір ең қиын видеоны бастайын деп жатырмын. Мен үшін қиын, себебі мен сәл қобалжып жатырмын. Маған бұл видео по идее өте ауыр. Сондықтан да сразу айта кетейін, бұл видео менің фантазиям, то есть басыма келген нәрсе, короче, сондықтан да бұл сюжет бойынша айтылып жатқан нәрсе емес. Білмеймін, себебі камерамендер мен Skibidi Toilet'тер орысша, немесе қазақша, немесе ағылшынша сөйлемейді. Вообще адамның тілінде сөйлемейді олар. TV-мендерден басқа. Вот TV-мендер сөйлейді, кажется. Короче, достар, көп сөйлемей, видеоны бастайық, Сендер лайктарыңды басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Ең бастысы, осы үш нәрсені істеп кетсеңдер, вообще активті көтеріп, зор болар еді. Осы маған жесткий мотивация болады. Сосын, озвучканың, озвучка жасаймыз да қазір, қалай жасап жатқан процесін көрсетем. Сосын видеоның соңында озвучканың өзін көрсететін боламын. Сондықтан да видеоның соңына дейін көргендерің дұрыс. Бастайық. Өздеріңде келіп қалдыңдар ғой. Менің ойымша қазір шайқас басталады. Сен қазір өлесің. Ал, бастайық. Ал, менің бастырмы жеп қой. Қазір басыңды кесемін. Ал, мәз, патишка. Чё? Ал, мына пышақты күткен жоқ шығарсын. Сендер мені шаршатып жүріңдер, шайқаста доғару керек. О, менің пушкам. Мен пушкам демеймін. Жоқ. О, бұл менің сүйікті қаруым еді, мал. Қате, Асхат, қате. Ал, менің лазерімді жеп көр. Аяқ қолдарыңды кесіп жіберейін. Кет бар. Оп, сыныпсан. Каскалонг сындырам. Оп! Қалай ұсталды мынау? Кет бар. Көп ойланбау үшін мен сенің миыңды соямын. Не деп кеттім, или да не өстіп қалырсың, по идее. Көп ойланбау үшін мен сенің миыңды соямын. Логично. Ал, Джимен не дейді? Не дейді? Короче, просто титанды жоям. Титандарды жоям дей салайыншы, просто, по идее. Титандарды жоям. О, жоқ. Линза киетін уақыт келді. Өзіңнің басыңды союды бұйырамын. Құп болады басеке. Өсіп болады, короче, примерно. Өздеріңде келіп қалдыңдар ғой. Менің ойымша қазір шайқас басталады. Сен қазір өлесің. Ал, бастайық. Ал, менің бастырмы жеп қой. Қазір басыңды кесемін.
Ал мына пышақты күткен жоқ шығарсын. Сендер мені шаршатып жібердіңдер. Шайқаста доғару керек. Бұл менің сүйікті қаруым еді, мал. Ал менің лазерімді жеп көр. Аяқ қолдарыңды кесіп жіберейін. Кет бар. Оп, сынып тастадың. Каскалонды сындырам. Оп. Қалай ұсталды мынау. Кет бар. Көп ойланбау үшін мен сенің миыңды соям. Титандарды жоям, титандарды жоям, титандарды жоям, титандарды жоям. О, жоқ. Линза киетін уақыт келді. Өзіңнің басыңды союды бұйырамын. Құп болады басеке. Короче, достар, осылай мен озвучканы жасадым. Ё-моё, по идее өте ыңғайсыз бұндай озвучканы жасаған мен үшін. Сондықтан да лайктарыңды аямай басып кетіңдер. Иә, ужас. Не дейміз енді басқа, достар? Егер келесі серияға озвучканы күтсеңдер, обязательно комментарийға Асхат келесі серияға озвучка жаса, біз сені күтеміз деп ше жазып кетсеңдер, вообще зор болады. Қай серияға да жасауын мен примерно біліп тұрмын. Менің ойымша енді қазір 67-ші серияның 3-ші бөліміне, жаңа серияға, 3-ші бөлімге жаңа серияға озвучка жасау керек, себебі бірақ озвучка істеу маған өте ыңғайсыз. Байқағандарыңдай, мен сценарий жоқ, не айтатынында да білмеймін. Егер комментарийде бір сценарист болса, вообще зор болады. Не деп айту керек екенін жазып берсе, вообще әдемі болады. Бірақ комментарийді ішли ондай адамдар жоқ шығар. Бірақ по идее, егер комментарийға өздеріңнің сценарийін жазып кетсеңдер, вообще оны да айтып беремін, короче. Сосын сағат әлемінде что-то видео шықпай жатыр, достар. Соны мен видеоның соңында сұрап алайыншы дедім. Неге сағат әлемінде видео вообще шықпай жатыр? Блин, уже кажется, бір 3-4 күн арасында ол видео шығарып отыру керек еді, бір 2-3 күннің арасында. Бірақ қазір уже бір 5-ші күн кетіп бара жатыр. Сағат әлемінде вообще жаңа серияда шыққан жоқ. Олар еще интригамен бітірген еді ғой ше. Қалай біткен десін шықетші, ема. В общем, сағат босты емдейін деп атқан жерінен ба, сондай жерінен бітқан еді ғой. Блин. В общем, достар, осындай озвучка болды, сендерге ұнады деген ойдамын. Егер сағат әлемінде жаңа серия шықса, обязательно бірінші маған жаз жеріндер комментарийға. Оған да реакция түсіретін боламын. Ё-моё, шаштау керек екен ғой. В общем, достар, келесі видео озвучка болмайды ой деймін, влог болады ой деймін. Бірақ ол точно емес. Влог немесе озвучка, достар. Сондықтан да келесі видеоны жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қойыңдар. Вдруг жіберіп қаласыңдар. Әдемі влог болады. Күтіңдер. Давайте.